Сәлем достар, бұл менің ютубтағы екінші шығарылымын. Құттықтап қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы контенттер ұсынатын боламын. Менің блогымда көбінесе тұлғалық даму, табыс табу таргет жайлы, сол үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыз. Бүгінгі шығарылымда біз алғашқы үйімізді қалай алдық, қандай программамен алдық, қандай қиындықтар көрдік, ақшамызды қалай жинадық, сол жайлы толығырақ айтып беретін боламын. Бәрін басынан бастасақ, 2022 жылдың 6 октябрында менің ұзату тойым болып, Тараз қаласына жолға шықтық. 9 октябрь күні мен беташарым өтіп, бірден Алматы қаласына жолға шығып кеттік ертесі күнінде. Себебі жолдасым екеуміз әу бастан білдік, біздің болашағымыз Алматы қаласында екенін. Қазір ностальгия болып көз алдымнан өтіп жатыр да сол кезеңдер. Алматыға сағат 4-те жеткенбіз. Қолымызда бір чемодан бар, ұзатудан киген костюм шалбар бар, менің ұзатуда киген прокатқа киген көйлегім бар. Барлығын арқалап түстік, сөйтіп баратын жеріміз жоқ. Ол кезде туыстардың үйіне баратындай емес, уже сен семьясың ғой. Содан бірден посуточный квартираға барған болатынбыз. Ертесіне квартира тауып орналастық. Қаланың ортасында тұратын ақшамыз жоқ. Қаланың шетінде лай, батпақ, балшық болып жатқан жерде 70 000 теңгеге квартирада тұрған болатынбыз. Ол жердің условиясы жоқ болды, бірақ та бірге болғандықтан, алдыға жылжу үшін келгендіктен біз оған қатты қайғырған жоқпыз. Екеуміз енді үйленіп жатқан отбасы болғандықтан, екеумізде ыдыстар болған жоқ. Менің жасағым келген жоқ, себебі мамам айтқан болатын, жаңа үйлеріңе апарып берейік жасауды деп. Бір жерде сынып қалмасын, квартирада жүргенде сынып қалмасын деп мен алдырған жоқ едім. Содан екеуміздің бөлек-бөлек тұрған кезде қолданған ыдыстарымыз бар ғой, соларды қолдана бастадық. Солармен тамақ жасап, сонымен тамақ ішетінбіз. Ол ылғи андай пластмассовый ыдыстарда, контейнер пластмассовый кружка. Сондықтан ғой қазір күйеуім маған айтады да, екеуміз пластмассовый ыдыстан бастап бірге көтерілдік қой, помнишь деп. Ыдыстардан бөлек екеумізде тіпті көрпе жастықта болған жоқ. Неге екенін айтып берейін. Алматыда квартирада тұратындар біледі. Кейбір квартираларда клапы деген болады, постельный клапы қандала. Одан құтылу мүмкін емес. Ол көрпе жастыққа қаптап кетсе, ол көрпе жастықты только өртеп, мусорға тастап қана құтыла аласың. Тура сондай квартираға біз ұрынып қалып екеуміз. Содан көрпе жастығымыздың барлығын мусорға тастадық, киім-кешектердің барлығын мусорға тастаған болатынбыз. Жақын жерде базардан 2 көрпе, 2 жастық әкеліп, жас жұбайлар өмірімізді солай бастаған болатынбыз. Дальше біз үй қарап бастадық. Оншалықты көп сумамыз болған жоқ, 8 миллион теңгеміз ғана болды. Ол суманы күйеуім үйленгенде жұбаймен бірге тұратын үй аламын деп, жас кезінен бастап депозитке салып жинаған ақшасы еді. Ол жайлы маған ертерек ескертіп айтқан болатын. Қыз жігіт болып жүріп жүрген кезімізде менің басымда баспанам жоқ, астымда көлігім жоқ, бірақ та мен барлығына қол жеткіземін, сен жанында болсаң болды деді. Сен оған қалай қарайсың деп сұрады. Мен жолдасыма сендім, ары қарай бірге баруға дайын болдым. Сөйтіп қолымыздағы 8 миллион теңгеге отбасы банктың 50-50 бағдарламасымен 16 миллион теңгеге остырып жатқан бір комнаталы үйімізді алған болатынбыз. Жалпы отбасы банкте 50-50 бағдарламасына одобрение алу үшін тұрақты жұмысыңыз, пенсионкаңыз болса жеткілікті. Үй алу барысында бізде үйіміздің жанында мазар болғандықтан ипотекаға өтпей біраз есімізді шығарған болатын. Біз мазардың алыс екендігін дәлелдеп, қағаз жүзінде ипотеканы оформлять етіп алдық. Ипотеканы қалай төледік десеңіздер, ол әрине еңбекпен. Жұмыс. Екеумізде екі жақтап жұмыс жасадық. Біраз дүниелерден бас тартуға тура келді. Әрине ол саяхат, шопинг деген сияқты. Бірақ та біз мына кең әлемнің бір бұрышында, мынау біздің баспана деп айталатын үйге қол жеткізген едік. Осы баспанамыздың ішінде біздің сәбиіміз дүниеге келді. Біреулер үшін ол бір комнаталы үй өте кішкентай болуы мүмкін, бірақ біз үшін кең сарайлы боз үй болды. Алдағы уақытта біз бұл үймен тоқтап қалмаймыз. Бұл үйімізді кеңітеміз. Әрине үлкен үй алатын ойымыз бар. Ол жайлы тағы да бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар.